Музейлер өтміш пенен келешекті тұтастырып, әрбір халықтың өзлігінен сөз етуші дәргай. Елімізге белгілі инсанлардың өмір тарихы, ел халық үшін істеген қызметлерінен сөз етуші үй музейлерінің шөлкеместірілуі. Бұндай ұлы тұлғалар өмір жолларын кейінгі әулетларға жалғастырады. Қарақалпақ әдебиеті һәм көркем өнерінің жарқын жұлдызлары есептелген Әмет һәм Аймхан Шамуратовлар атына бұнан 25 жыл бұрын үй музейі шөлкеместірілген еді. Музейдің шерек әсірлік қызметінің халқымыз тұрмысында ахметі оғада жоғары. Пайтақтымызда сәнеге байланысылы ләж өткерілді. Әзіргі репортажымыз осы мазмұнда. 1999 жылы Қарақалпақстан мәдениеті тарихында бірінші мәртебе жаңадан үй музейі шөлкеместірілді. Бұл үй музейі халқымыздың ардақлы перзентлері, әдебиетіміз һәм мәдениетіміздің ұлы тұлғалары есептелген Әмет һәм Аймхан Шамуратовлар атымен аталды. Үй музейінде халқымыздың қош жұлдызының екінші өмірі давам етіп атырған сияқлы. Музейде ата-әпсанаға айланған бұл инсанлардың жарқын естелігі есептелген суретлері, шығармалары, атқарған қосқылары, пайдаланған жеке бұйымлары һәм халқымыздың тарихына байланысты экспонатларды табу мүмкін. Музей өткен 25 жыл ішінде тек жергілікті халқымыз емес, шет елі туристердің де қызығушылығын оятқан дәргайға айланды. Бұл Әмет һәм Аймхан Шамуратова атындағы үй музейі халқымыздың милли мәдениетін, әдебиетін таныстыруда үлкен әхметке ие үй музейлерінің бірінші музейлерден болып есептелінеді. Әмет һәм Аймхан Шамуратова үй музейінің экспонатлары жыл сайын байып бармақта. Соңғы уақытлары Әмет ағаның қолжазбалары, сондай-ақ Аймхан апаның халықтың арасында жүрген қосықлары, сондай-ақ аудармалары барлығы жиналып баспалардан шығып экспонатларымызды толық байытпақта. Музейімізде тек қана Әмет ағам Аймхан Шамуратоваға тиесілі ғана экспонатлар ғана болып қалмастан, Қарақалпақ халқының милли мәдениетіне, тарихына тиесілі барлық бұйымлар, экспонатлар жиналған. Осы музейге кірген уақытларымызда әлбетте Қарақалпақ халқының тұрмысы, өтміші, тарихы көз алдымызға сәуленеді. Музейдің сондай бір әхметілігі сонда, бұл музей халықтың тілін, халықтың мәдениетін жырлап тұрыпты. Қарақалпақ әдебиеті, мәдениеті, көркем өнерінің ең ұлы тұлғалары есептелген Әмет һәм Аймхан Шамуратовлар атына бұнан 25 жыл бұрын үй музейі шөлкеместірілген еді. Бұл үй музейі шөлкеместірілген уақытта музейде экспонатлар саны 300 болған болса, бүгінгі күнге келіп, олардың саны 3000-ға жеткен. Бұл har жыл сайын экспонатлар санының көбеюі музейге қызығушылар санының артып атырғаннан дерек береді. Пайтақтымызда Бердіғ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік академиялық музыкалық театрында осы музейдің 25 жылдығы кең түрде белгіленді. Бердіғ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік академиялық музыкалы театрына кең жәмешілік уәкілдері һәм халқымыздың көркем өнер шайдалары жәм болды. Ата-әпсанаға айланған тұлғалардың ең көп минет еткен сүйікті дәргайы бұл театрда үй музейінің 25 жылдығы кең түрде белгіленді. Онда шығып сөйлегендер үй музейінің шөлкеместірілуі, оның халқымыз тұрмысындағы ахметі һәм бұл ұлы тұлғалардың келешек үшін қалдырған мирасларының бейбаһа екенлігін мақтаныш етті. Ата-анасының мирасларын сақлап, келешекке жеткеру һәм үй музейін шөлкеместіру әркімнің де қолынан келе бермейтұғын бидайлық. Осындай үй музейін ашып һәм оны басқа да халқымыз мирасларымен толықтырып атырған музей жәмәтіне миннеттаршылық білдірілді. Бұл талантлы инсанлардың халық үшін істеген қызметлерін келешекке жеткерудегі миннетлеріне табыстар тіледі. Үй музейінің түзілуінде Аймхан апаның перзенттерінің үлкен үлестері бар. Һәммесінің де тихарынан Аймхан Шамуратованың басшылығында міне бұл үй музейі 25 жылдан бері халқымызға үлкен қызмет етіп келатырыпты. Бұл музейде Әмет ағаның һәм Аймхан апаның істеген жұмысларына байланысты, ойнаған рөлдеріне байланысты жазған кітаплары, сондай-ақ көптеген естелік затлары бұл музейде сақлаулы тұрыпты. Бұны халқымыздың жастары да, үлкендері де келіп тамашалап, олардың өміріменен танысып, һәм сол дәуірге бір саяхат еткендей, ата-бабаларымыздың сол өткен өміріменен танысқандай боламыз. Өздерімізден неше мәрте сол музейге барып, бұл экспонатлармен танысқанбыз. Халқымызға осы Айымгүлдей, Гүлстан ападай, басқа да перзенттеріндей ажайып перзенттер тілеймін. Неке ата-анасының артында қалып бұлар, ата-анасын хүрмет етіп, әдебиетімізді хүрмет етіп, көркем өнерімізді хүрмет етіп, ата-анасының миннеттерін хүрмет етіп, сондай үй музейін шөлкеместіріп, сырт елден келген сол меймандарымызды да күтіп алып, халқымыздың тарихымен таныстырып үлкен қызмет етіп жатыр, жұмыстарында үлкен табыстар тілеймін.
Айымхан Шамратова Қарақалпақ сахнасының бірінші жұлдызы. Ол атқарған қосқылар һәм намалар бүгін және бір мәртебе театр сахнасында жаңлады. Оның ізбасарлар тарапынан атқарылған жаңға жағымды намалар жиналғанларға жоғары кейпият бағышлады.